Ресми мәліметтерге сәйкес, Ресей түнде Украинаға 140-қа жуық дрон және бірнеше зымыранмен шабуыл жасаған. Херсон қаласына жасалған соққылардан кемінде 2 адам қаза тапты. Олардың арасында үйіне соққы тиген әйел бар. Тағы 2 адам жарақат алды. Украинаның оңтүстік шығысындағы Запорожье қаласында Ресейдің соққысынан кейін сауда орталығында өрт шықты. Украинаның мемлекеттік төтенше жағдайлар қызметінің мәліметінше, өрт сөндірушілер оқиға орнында жұмыс істеген. Оңтүстікте Одесса қаласында Ресейдің тағы бір шабуылынан көп қабатты тұрғын үйде өрт шықты. Украина қарулы күштерінің мәліметінше дрондардың 112-сі залалсыздандырылған. Ал Ресейдің Новороссийск қаласында Украинаның дрондармен жасаған шабуылынан 2 адам, оның ішінде 8 жасар бала қаза тапты. Тағы 8 адам жарақат алды. Бұл туралы өңір губернаторы хабарлады. Украина президенті Владимир Зеленский Киевтің Новороссийскідегі әскери теңіз базасына бағытталған бірегей операция жүргізгенін айтты. Оның сөзінше, бұл Ресейдің Қара теңіздегі флотының соңғы ірі тірегі. Ресей қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше, түнде ел аумағы мен Қара теңіз үстінде Украинаның 502 дроны атып түсірілген.